Биыл Ақтауда бітпей тұрған 3 тұрғын үйдің құрылысы аяқталып, үлескерлер баспаналарына қол жеткізеді. Оның бірі көпшіліктің шын мәнінде аңсаған арманына айналған кешен Заветная мечта 1-дің соңғы бөлігі ақыры қолданысқа берілмек. Ал теңіз жағалауында 2 бірдей нысан керісінше құлатылды. Орындары абаттандырылатын болады. Қаладағы және облыстағы құрылыстар туралы салалық басқарма басшысы Орақ Аяповтың журналистермен өткізген брифингінде мәлім болды. Бұл 10 жылға жуық құрылысы жүрген Заветная мечта тұрғын үй кешені. Жуырда мұның да В-блогы аяқталады. Ішкі сылақ жұмыстары, абаттандыру, көлік тұрағы сияқты ұсақ түйегі қалған. Бұл бір ғана нысан. Тағы 2 кешеннің үлескерлері қоныс тойын жасайды. Бұл 17-ші шағын ауданда Тафтова дейтін құрылыс білесіндер қазір салынып, Детский деревняның қасында осы август айында жаңағы благоустройстволар жасалып, жолдары сонымен тапсырылады. Ол жерде 65 бөлшік бар. Одан кейін 12-ші шағын ауданда РАФ дейтін құрылыс деген мекеменің бастап тастап кеткен үлескерлермен жасаған құрылысы қазір тоже Еврострой дейтін мекеме аяқтау үстінде. Ол да енді осы бір айлықтың жобасында благоустройство жасалып тапсырады. Ақтауда тұралап қалған құрылыстар да бар. Хазар Палас және Ақжелкен. Хазар Палас ғимараты осы жылдың соңына дейін аяқтауға уәде берген. Себебі инженерлік желілер мәселесі шешіліп, ішкі жұмыстар қалған. Ақжелкен 15-й микрорайоне, который имеет 7 дольщиков. Ал 15-ші шағын аудандағы салынбаған Ақжелкен тұрғын үймен қала билігі айналысып жатыр. Оларды сотқа берді. Жерді қайтарып алу үшін арызданып қойды. Онымен құзырлы органдар жұмыс жасауда. Сөйтіп, осы жылға 3 үйдің үлескерлерінің мәселесі шешілмек. Тұрғын үй жырынан бөлек Ақтауда жағалауға қажетсіз құрылыстар бар. Жақында 15-ші шағын аудандағы бос тұрған ғимарат түсіріліп, Арго кафесі басқа жаққа көшірілді. Ол жерлер абаттандырылады. Баспасөз мәслихатында тоқтаған құрылыстардан басқа жанданып жатқан қалашықтар туралы айтылды. Биыл 32-ші А шағын ауданында 120 пәтерлі 4 тұрғын үй салынып бітеді. Бейнеу селосында жалпы көлемі 1080 шаршы метрлік 16 пәтерге арналған 4 тұрғын үй құрылысы. Маңғыстауданның елді мекендерінде 1350 шаршы метрді құрайтын 20 пәтерге арналған 5 тұрғын үй. Қарағай ауданы бойынша Болашақ селосында жалпы көлемі 675 шаршы метрді құрайтын 10 пәтерге арналған 5 тұрғын үй. Қызылсай селосында жалпы көлемі 540 шаршы метрді құрайтын 8 пәтерге арналған 2 тұрғын үй. Осы жылы тұрғын үйлердің құрылысымен қатар мектеп және балабақшалардың да құрылысы жүруде. Бейнеуде 900 орындық ірі білім ошағы мен Жетібай ауылында 280 орындық бөбекжай жаңа оқу жылына тарту етіледі. Жұмадия Оразай, Фархат Жаткам, жаңалықтар.